Сәлеметсіздер ме балалар? Сіздермен бүгін мен Қарағанды облысы Шет ауданы Еңбекшіл бастауыш мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Сагадиева Гульнара Сериковна. Әдебиеттік оқу 2-ші сынып. Бүгінгі сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 10-шы сабақ өнерлі бала сүйкімді тақырыбын өтеміз. Сабақтың мақсаты мұғалімнің көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды табу, шығармашылық жұмысын мұғалімнің көмегімен сурет, каллиграмма, аппликация, фотосуреттер арқылы ұсыну. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма – өнер түрлерін ата. Бұл жерде балалар, суреттерде балалардың әртүрлі өнерлері көрсетілген. Яғни бірінші суретте суда жүзу өнері, екінші суретте пианинода ойнау, үшінші суретте коньки тебу өнері көрсетілген. Екінші тапсырма. Түсініп оқы. Суға жүзуді үйренем. Барлығымыз жасанды интеллект арқылы өлеңді мұқият тыңдаймыз. Суға жүзуді үйренем. Ауылдың бар баласы. Жүзеді, әне, қарашы. Деп ағай мені де. Апарды ауыл көліне. Ербен кетіп қолымды. Ұрып оң мен солымды. Жүзбек болып тулап ем. Батып кеттім суға мен. Тайыз жерде жүредім. Аяғымды тіредім. Неткен қорқақ ұл едім. Дір-дір етті жүрегім. Мойымадым бірақта. Жаттықтым мен бір апта. Үйренген жанын жалықпай. Жүзеді екен балықтай. Өлеңнің авторы балалар Серікбай Оспанов. Енді балалар сөздікте тұрған таяз, мойымау сөздерінің мағынасын ашайық. Бұл жерде балалар таяз көлдің немесе өзеннің терең емес шеткі жағалауы. Ал мойымау деген сөз қиындықты жеңе білу деген мағынаны береді. Балалар, барлығымыз үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырмада жүзуді үйренген баланың орнында болсаң не істер едің деген сұрақ берілді. Ал балалар, бұл сұрақта екі жауап бар екен. Біріншісі, таяз жерден қорықпаймын. Екіншісі, мен әлі де қорқамын. Қалай ойлайсыңдар балалар? Иә балалар, егер сіздер суда жүзуді білетін болсаңыздар, әрине таяз жерден қорықпауларыңыз керек. Бұл жерде таяз жерден қорықпаймын деген жауапты таңдасаңыздар болады. Енді балалар, келесі тапсырманы орындамас бұрын, орнымыздан тұрып, бойымызды бір сергітіп алайық. Кел билейік балақай, қолды көтер алақай, аяқтармен топ-топ-топ, шапалақты сақ-сақ-соқ, оңға жаса бір қадам, солға жаса бір қадам, маймылдар қосап биле, белді қозғап пам-пам-пам. Зерналар қосап биле, белді қозғап пам-пам-пам. Алақай! Кел билейік балақай, қолды көтер алақай, аяқтармен топ-топ-топ, шапалақта соқ-соқ-соқ, оңға жаса бір қадам, солға жаса бір қадам, тоты-боз қосап биле, белді қозғап пам-пам-пам. Балалар, денемізді сергітіп алған болсақ, келесі тапсырмаларды орындайық. Төртінші тапсырма. Өлеңнің соңғы шумағын көшіріп жаз. Ұйқас сөздердің астын сыз. Өлеңнің соңғы шумағы: мойымадым бірақта, жаттықтым мен бір апта, үйренген жанжалықпай, жүзеді екен балықтай. Бұл жерде балалар, ұйқас сөздер бірақта, бір апта, жалықпай,
балықтай. Олай болса балалар, бұл жердегі ұйқас сөздердің астын қызыл сызықпен сызып қойдық. Енді балалар, барлығымыз мына ережеге назар аударайық. Диалог екі немесе бірнеше адамның бір-бірімен сөйлескен сөздері. Әр кейіпкердің сөзі жаңа жолдан жазылып, алдына сызықша қойылады. Мысалы балалар, сіздер достарыңызбен екі немесе одан да көп достарыңызбен сөйлесіп отыратын болсаңыздар, бұл диалог деп аталады. Енді балалар, барлығымыз 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Рөлге бөліп оқы, ақынның ойын жалғастырып, диалог құр. Шортан. Судан аға қорқам, жұтып қояр шортан. Шортан жыртқыш балық, емес сонша алып, айналайын ботам, жұта алмайды шортан. Бұл тапсырмада ақынның ойын жалғастырып, диалог құру керек. Мысалы, балалар, біз диалогты былай құруымызға болады. Аға, анау суда үлкен балық жүр ғой? Қорқам, жұтып қояма. Ол шортан, жыртқыш балық, бірақ адамды жемейді, ботам. Ендеше шортан тұстайықшы? Жоқ, балам, шортан да табиғаттың бір бөлігі. Біз оларға зиян келтірмеуіміз керек. Дұрыс айтасыз, аға. Ендеше тек бақылап, суретке түсірейік. Міне, жарайсың, нағыз табиғат жанашыры болдың. Біз әңгіме түрінде диалог құрадық. Сіздер де осы нұсқаға қарап, өз диалогтарыңызды құруға болады. Олай болса балалар, келесі тапсырма қорытындыла. 6-шы тапсырма жүзе білгеннің денсаулыққа қандай пайдасы бар деген сұрақ берілген. Я балалар, жүзу денсаулыққа өте пайдалы. Су ішінде бүкіл денеміз қимылдайды. Бұлшық еттеріміз күшті болады. Жүрек пен өкпе жақсы жұмыс істеп, тынысымыз жақсарады. Суда ойнау көңілді, бойды сергітеді. Сондықтан жиі жүзіп жүрсең, денің сау, әрі мықты болады. Келесі тапсырма үй тапсырмасы. Өзіңнің немесе отбасындағы үлкендердің өнері туралы әңгімелеуге дайындал. Мысалы, мен сурет салуды өте жақсы көремін, яғни бұл да менің бір өнерім деп білемін. Түрлі түстерді араластырып, әдемі табиғат көріністерін бейнелеймін. Сурет салғанда көңілім көтеріліп, қиялым кеңейеді. Достарыма да өз суреттерімді көрсетіп бөлісемін. Олар менің бұл өнеріме тәнті болады. Болашақта осы өнерімді дамытсам деймін. Осылайша сендер өз ойларыңды әңгімелеуге дайындалып келесіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.